Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шақ палау рецептісімен бөлісемін. Палауды қамырдың ішіне салып, пешке пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен етті ұсақтап турап аламыз. Мен қойдың етінен әзірледім, қалауыңызша сиырдың етінен де әзірлеуге болады. Сонан соң 2 үлкендеу пиязды тураймыз. Екі сәбізді ұзыншалап тураймыз. Қызып тұрған майға етімізді салып қуырамыз. Еттің әбден сөлі тартылғанша қуырамыз. Ет қуырылғанша біз қамырымызды дайындай береміз. 2 кеседей ұн салып, оған 1 жұмыртқа қосып, және тұз қосылған суды құйып, кәдімгі еттің қамыры ұқсатып, тек жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырды қатпарлы қамыр қылып та дайындауға болады, өз қалауыңызша. Қамырды жақсылап илеп, салафанға салып қоя тұрамыз. Ет әбден сөлі тартылып қуырылғаннан кейін пиязын салып, араластырып 5 минуттай қуырамыз. Келесі сәбізді салып, жақсылап араластырып, 10 минуттай сәбізі шамалы жұмсарғанша бетін жауып бұқтырамыз. Сонан соң алдын ала жуып, кептіріп қойған өрік мейізден қосамыз шамалы. Сонан соң жарты қасық палауға қосатын дәмдеуіш қосып, және кішкене ғана зираны үгітіп қосып жібереміз. Екі кесе күрішті алдын ала жуып қоямыз. Соны салып, бетіне араластырмай су құямыз. 2 кесе күрішке мен толтырмай 4 кесе қайнаған су құйдым. Жарты ас қасық тұз салып, отын баяулатып, қақпағын жауып, 10 минуттай бұқтырамыз. Оған дейін қамырымызды жайып аламыз. Қамырды етте жайғандай жаямыз, бірақ қалыңырақ болу керек. Формаға салып аламыз. Қамырдың ортасына шала піскен палауды араластырып алып, саламыз. Бетін жауып, жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қызып тұрған пешке салып, беті қызарғанша 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне шақ палауымыз дайын болды.
кәдімгі өзбек палауы сияқты болып шығады. Кәдімгі палау әзірлегеннен осылай қылып әзірлеген өте дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Лаура.